Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Сабаққа дайынбыз ба? Жақсы. Олай болса, назарларыңызды тақтаға аударыңыздар. Тақтада қазір сіздерге генератор арқылы қазір аттарыңыз шығады. Сол аттар бойынша үй тапсырмасына жауап беретін боласыздар. Жақсы ма? Патронимия дегеніміз не? Айта ғой. Жақсы, тамаша. Екінші қазір. Аделя. Екінші сұрақ бізде. Екінші сұрақ, кіші жүз қай аталардан тарады? Жақсы, тамаша. Келесі. Сымбат жоқ, Айдана жауап бере беріңіз. Сымбаттан кейін тұрған. Шежіре дегенді қалай түсінесің? Жақсы. Келесі. Ислам. Жеті атаңызды атаңыз. Ислам жоқ па? Ислам жоқ болса, қасында кім тұр бізде? Ислам қасында. Айсана, айта ғой, жеті атаңды. Жақсы, өте тамаша. Естеріңізде болсын, я, бізде қазақта мақал бар, жеті атасын білмеген жетесіз деп. Сондықтан әрбір қазақ баласы өзінің жеті атасын білу қажет, я. Келесі соңғы сұрағымыз. Қайыржан, сізге сұрақ. Қазақтардың өзінің жеті атасын білу неліктен маңызды? Ең бастысы қан тазалығын сақтау үшін. Тақтадан суреттер беріліп тұр, я, сол суреттерге қарап, бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Неге байланысты? Батырлар, билер, қазақ қоғамына байланысты. Тамаша. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік жіктелуінің ерекшеліктері, я, балалар. Енді бүгінгі сабақ мақсатымен таныстыру рұқсат берсеңіздер. Қазақтардың әлеуметтік жіктелуіне тән ерекшеліктерді анықтау үшін ақсүйек, қарасүйек, хан, сұлтан, би, батыр ұғымдарын пайдалану. Осы сабақ оқу мақсаты бұл. Енді сабақтың мақсаты қазақ хандығында әлеуметтік топтарды жіктеп, қоғамдағы қызметін талдайтын боласыздар, я. Енді қазір оқулықтар мен дәптерлеріңізді ашып, ең бірінші дәптермен жұмыс жасаймыз, я. Сіздерге таныс емес, тақтада тірек сөздер берілген: қожа, суанақ, төре, ақсүйек, қарапайым халық. Сол сөздердің анықтамаларын мәтіннен тауып, жазып алыңыздар. Қожа, суанақ, төре, ақсүйек және оқи қош. Пайғамбардың төрт халифесі Абу Бәкір, Осман, Омар мен Алидің соңғысының Жақсы, тамаша, я. Балалар, енді сіздердің алдыларыңызда бағалау парақтары жатыр, я. Сол бағалау парағында тақтадағы дескриптор, тапсырмалардың дескрипторларына қарап, әркім өзін бағалап отырады. Қазір бізде топтық жұмыс бірінші топқа, яғни сіздердің топтарыңызға
Қазақтың дәстүрлі әлеуметтік топтарын атайсыздар, әлеуметтік топтың міндеттерін түсіндіретін боласыздар. Жақсы ма? Кластер әдісі арқылы сіздерге алдыларыңызға берілді ғой тарсия, иә? Тарсия тапсырмасын мынаған орындайсыздар. Сіздерге мына сандар берілген, тірек сөздермен осы сандарға байланысты мына тірек сөздерді пайдалана отырып сөйлемдер құрастырасыздар. Бәтін бойынша. Ынтымақ жүрген жерде ырыс бірге жүреді. Яғни топтық жұмысты бірігіп жұмыс жасауымыз керек, я? Ынтымақтастықта болсақ, бірлікте болсақ, міндетті түрде бір нәтиже шығады. Екінші топ бітті, жақсы. Қалар сіздер де аяқтаңыздар, я? Ең бірінші тақырыпқа байланысты кластер құрастыру болған, я? Тақтаға шығамыз. Қыздар, жұмыстарыңызды доғарып, тақтаға балаларға назарларыңызды аударыңыздар. Қызмет түрімен тығыз байланысты болғандықтан, олар қоғамның дамуына және бірлікті сақтауына қамтамасыз етеді. Ал дегенмен сипатта шешім қабылдай отырып, тәртіпті қамтамасыз етеді. Ал мәдениеттер мен дәстүрлер бұл қазақ қоғамын рухани байлыққа көтереді. Жақсы. Елді сыртқы қауіптен қорғау, яғни жерін, малын дәстүрі сақтау, экономикалық, мал шаруашылығы, егіншілік салу арқылы көзін қамтамасыз етіледі. Мәдени-рухани, дәстүрлі тіл мен діни сақтау, өнер мен білімді дамыту, әлеуметтік, отбасы мен ұлы қауымдастықты нығайту, адамдар арасындағы байланыс пен көмектесуді ұйымдастыру, саяси, рулар мен тайпаларды басқару, шешім қабылдау, заңдар мен әдет-ғұрыптарды сақтау. Жақсы. Дәстүрлі қазақ қоғамы адамдардың бірігі дұрыс өмір сүруіне көмектесті. Елді қорғап, мал бағып күн көрді. Үлкендер жастарға тәрбие беріп, салт-дәстүр мен біздің ұмытылмауына мән берді. Олардың осындай қызметтер олардың дұрыс өмір сүруіне көмектесті. Жақсы. Ол, я? Тапсырма қазір қалай құрады? Тексереміз. Тыңдап отырыңыздар. Үшінші топ сіздер бағалайтын боласыздар, екінші топты. Орта жүзінде қазақ көшпелі қоғамның батырлар ерекше рөл атқарды. Қазақ қоғамды белгісіз адамдар. Бұл не? Олар мемлекеттік күнделікті атқарған жоқ. Айта кетейік, кіші жүзде қазақ далада шығыстан ортақ таңбасы ғана Қазақ жүздері туралы алғашқы ғасырда айтылады. Ақсүйек адамдардың екі-үш тобына күнде жатады. Қожалар. Ұлы, орта, кіші жүздердің қысқа атасы. Қақар іспек аршаны. Тамаша. Ұлы жүзінде келеді. Ханның ұрпақтары төрелерді сұлтан деп атады. Жақсы, өте жақсы. Тамаша, я? Бірде бір қатесі жоқ. Тамаша орындаған, әкеңіздер. Тақтаға іліп қойып жұмыс. Үшінші топ. Үшінші топ сандарды сөйлеу әдісімен қысқаша түсіндірме өзіміз жаздық. Тыңдаймыз, сіздер бағалайтын боласыздар. 1930 жылы қазақ ханының құрылуы. Бұл кезде хан Сұлтан би секілділер иелері. 1591 жылы Қасым хан билігі хан жүйесі күшейтіп, батырлар
бедеулер ие болды. 1686 жылы Тәуке ханның 7 жаңасы қабылданды. Мұнда Ақсүйек, Сұлтан, Көре, Би, Батыр мен Қарасүйек Қайқыбау арасында құқықтық айырмашылықтар пайда болды. 1837-1847 жылдары Кенесары көтерілісі бұл кезде еркіндік шегеріледі. Белгісіз адамдар мен батырлар әлеуметтік күшейеді. Және 1840-1847 жылдары Кенесары хан билігі дәстүрлі ақсүйектер, қарасүйектер жүйесі қайта жаңғырылып, хандық жүйе. Жақсы, өте тамаша. Отырыңыздар. Жарайды. Алып кел. Енді балалар алдыларыңызда бағалау парағы жатыр ғой, иә? Сол параққа тақтадағы дескрипторларға қарап отырып, өз-өздеріңізді бағалаңыздар. Бал қоя отырып, енді бірінші топты, екінші топ сіздер бағалап жүріңіздер. Жақсы, тамаша. Сіздер үшінші топты бағалаңыздар. Жақсы, тамаша, иә? Енді қараңыздар. Алдыларыңызда мен жаңа вен диаграммасын сіздерге таратып бердім, иә? Бұны жұппен орындайсыздар. Бірінші дәстүрлі қазақ қоғамын жазасыздар. Содан кейін тәуелсіз Қазақстанды бүгінгі күнмен салыстыратын боласыздар. Содан кейін оның ұқсастықтарын не істейсіздер? Табасыздар. Жұппен орындайсыздар екі адамнан. Сіз Қазақстанның ерекшеліктерін жазасыздар да екі кезеңнің ұқсастықтарын тауып вен диаграммасын орындайтын боласыздар. Қазақ қоғамы, яғни ру тайпаларға бөліну, хандық басқару, көшпелі мал шаруашылығы және әдет ғұрып. Тәуелсіз Қазақстан Республика демократиялық басқару, нарықтық экономика. Және осының ұқсастығы ұлттық мәдениет, хандық басқару, ру тәлім ұмытылмаған, жер, отан, бірлік құндылықтары. Жақсы, тамаша. Тағым аяқтадым. Түрлі қазақ қоғамы ру тайпалар құрбан болды. Билік хандар, сұлтандар, билер қолында болды. Шежіре мен жетақаларға қатты мән берді. Көшпелі шаруашылық, мал шаруашылығы басым болды. Тамаша. Тәуелсіз Қазақстан демократиялық жайлы мемлекет, конституция мен заң үстемдігі орнаған, президент, парламент арқылы басқару, барлық адамдар заң алдында тең, ғылым, білім, техника дамыған. Ұқсастықтары қазақ тілі негізгі құндылық. Ұлт тірегі бағаланды. Қазақ халқының ұлттық салт-дәстүрлері сақталған. Тамаша, иә? Ең бірінші құндылық қазақ тілі дейді. Сіздер оқыңыздар. Қазақ қоғамы мал шаруашылығы, әлеуметтік топтарға бөліну, ақсүйек, қарасүйек. Тәуелсіз Қазақстан құқықтық демократиялық мемлекет, президент, парламент заңдары, азаматтық теңдік, қалалық өмір, ғылым, техника, тәуелсіз сыртқы саясат. Олардың ұқсастықтары екі кезеңде де ұлттық бірлік пен елді қорғау идеясы жоғары тұрады. Тамаша. Дәстүрлі қазақ қоғамы хан, би, батыр басқарған, рулық тайпалық жүйе болды, мал шаруашылығы негізгі кәсіп болған, қара сүйек, ақ сүйек болып бөлінді. Жеті ата дәстүрлі қатты сақталды. Дәстүрлі қоғам мен тәуелсіз Қазақстан ұқсастықтары президенттік басқару жүйесі болған, конституциямен реттелген құқықтық мемлекет болды. Тәуелсіз Қазақстан демократиялық мемлекет, конституция мен заңдарға сәйкес басқарылады. Экономикаға тараптанған. Президент, парламент, үкіметтік басқару жүйесі бар. Екі мәтіннің ұқсастықтары. Қазақ халқының тұтастығы мен бірлігі сақталған. Тіл мен мәдениет, салт дәстүр жалғасып, ата-баба рухын құрметтеу әлі күнге шейін бар. Тамаша. Сіздер финанс. Улы тайпалық құрылым болды. Улы орта кіші жүз, хандық басқару жүйесі, көшпелі мал шаруашылығы негізгі кәсіп, жер ортақ қоғамдық меншік. Ұқсастықтары, дәстүр мен мәдениет жалғасады. Ел бірлігі мен жер тұтастығы маңызды. Рәміздерге туған жерге құрмет, бейбітшілік пен татулыққа мән беріледі. Тәуелсіз Қазақстан мемлекеттік басқару, нарықтық экономика, жеке меншік дамыған. Қала, ауыл, өндіріс, ғылым, технология, жеке меншік дамыған. Рулық тайпалық құрылымға негізделген және
хан, би, сұлтан басқарған, яғни хандық басқару жүйесі болды. Әдет ғұрып құқығы қолданылды. Сонымен қатар көшпелі мал шаруашылығы негізгі кәсіп болып есептелінді. Президент тәуелсіз Қазақстан президенттік басқару формуласымен зайырлы мемлекет конституциясымен заманауи құқықтық жүйе жұмыс істейді. Нарықтық экономикаға ғылым мен технология дамыған халық өмір салты басым. Ал екеуінің ұқсастығы қазақ тілі мен ұлттық мәдениеттің сақталуы және ұлттық дәстүрлер мен салт дәстүрлер маңызды рөл атқарады. Ұрпаққа тарихын, ата-баба мұрасын жеткізу дәстүрі әлі күнге дейін жалғасуда. Сонымен қатар адамгершілік, бауырмалдық деген, қонақжайлық деген сияқты қасиеттер әлі күнге дейін маңызды. Өте тамаша. Бұл тайпалардан бөлінді. Бұл тайпаларының бөлінді. Билер мен хандар басқарды. Көшпелі өмір салт дәстүрі әдет ғұрыпқа негізделді. Заңдар менен жетті жоғары мал мен шаруашылығы негізгі кәсіп болды. Тәуелсіз Қазақстан. Президенттік басқару конституцияға негізінде заң шығару, қалалық отырықшы өмір салты, индустрия ғылымы, технология дамыған, халықаралық қатынастарға артты. Екеуінің ұқсастығы қазақ тілі мен дәстүрлі ұлттың бірлігі, жер мен елге құрмет, еркіндікке ұмтылыс, ұрпақ тәрбиесі маңызды. Тамаша. Қоғамы. Көшпелі мал шаруашылығы негізгі шаруашылық болды. Әлеуметтік топтар ақсүйек халықтар болды. Рулық тайпаның құрылымы болған. Билікті хандар, билер, батырлар қолында болды. Тәуелсіз Қазақстан. Рулық құрылым жойылған мемлекет, унитарлы республика. Президент, парламент, мемлекеттік органдар биік етеді. Ұқсастықтары қазақ тілі, дәстүр, ұлттық құндылықтары сақталған. Жақсы, тамаша, иә. Барлықтарыңыз жақсы орындағансыздар. Жұптық жұмыста, иә. Ең басты бізде ұқсастығымыз, жаңа сіздер айтып өттіңіздер, салт дәстүр, иә, қазақмашылық, қонақжайлық, бауырмашылдық, иә. Біздің қазақ халқы бұрыннан ежелден бастап қазіргі тәуелсіз Қазақстанға дейін сол ұстанымдарды ескеріп келеді, ұстанып келеді. Тамаша. Бағалау парағына өздеріңізді бағалауды ұмытпаңыздар. Енді дәптерге жеке жұмыс жасайсыздар, иә, тоқтада сәйкестендіру. Дәптерге орындайсыздар, жеке жұмыс балалар. Жауабын тақтаға шығаратын болып, сол кезде тексересіз. Сол арқылы өздеріңізге балдарыңызды қоятын боласыздар, иә, бағалау парағына. Ал бір-бірлеріңіздің тексеріңіздер дәптерге. Дұрыс болса барлығы енді сабақты қорытындылау. Бүгін мен сіздерге сабақты кахот әдісі арқылы, ойын арқылы сабақты қорытындылайтын боламыз. Сіздер бүгінгі алған мәліметтеріңізді қаншалықты түсіндіңіздер, иә? Ол үшін қазір бәрінің сотовый телефондарыңыз бар. Тақтаға QR код шығады. Сол QR кодты сканерлап келіп алсаңыздар болады. Мемлекеттік міндеттемелерді кімдер атқарған жоқ? Нұрали, үшінші орын жарайсың. Екінші орында бізде Айша. Бірінші орында бізде Аружан. Тамақ тұрмыз, иә? Барлықтарыңыз жақсы қатыстыңыздар. Рахмет бүгінгі сабаққа. Енді тақтада тұрған QR кодты басу арқылы сабаққа кері байланысты жазып жіберулеріңізді өтінемін, иә? Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.